Балалар қалдарың қалай? Видеоларын қосыңдар. Қаламдарың қайда? Звуктарын шығарыңдар. Кабинет қараңғы болып тұр біраз сендерге. Күтеміз ба, балалар, уақыт өтіп жатыр уже. Бастай берейік, иә? Дауыс естіліп тұр ма? Иә, апа, естіліп тұр. Иә, апа, естіліп тұр. Алты бала еді, бір бала қашан шығып кетті? Ал бастай берейік, балалар. Алдыңғы сабақта қандай тақырыпты өттік? Термодинамиканың бірінші заңы. Термодинамиканың бірінші заңы, балалар. Термодинамиканың бірінші заңы, термодинамиканың екінші заңы қайтымды және қайтымсыз процестер болатын, е? Еске түсірейікші, балалар. Термодинамика дегеніміз не? Қандай процестерге арналған термодинамика? Қайтымды және қайтымсыз процестерге. Қайтымды және қайтымсыз процестер ол. Термодинамика қандай құбылыстарға арналған? Қандай құбылыстарға арналған, кім айтады? Термодинамикалық жұмыс, жылу мөлшері дедік, ә? Иә. Яғни термодинамика қандай құбылыстар зерттейді? Денелер энергиясының бір-біріне жылумен... Ау, құраш не дейсің? Денелер энергиясының бір-біріне жылумен жұмыс түрінде өзгеруін, айналуын зерттейді. Яғни қандай құбылыстар? Жылулық құбылыстар зерттейді, балалар? Иә. Термодинамиканың неше заңы бар екен? 3 заңы бар. Термодинамиканың қанша бастамасы бар? Термодинамиканың қанша бастамасы бар? Бастамасы. Қанша заңы бар? Қанша заңы бар? Өттік қой. Термодинамиканың бірінші және екінші бастамасы, яғни бірінші заңы, екінші заңы. Қазір өздерің айттың ғой, не өттік деп едік, термодинамиканың бірінші, екінші заңы деп айттыңдар ғой өздерің, балар. Кеші бәріміз 11:20 деп кеші ескерттім ғой, естідіңдер ғой, я балар? Осы қашықтан оқитын кездегі қиындық тудырып жатыр ма кішкене сендерге? Аздап бар енді кішкене. Түсінбегендеріңді сұраңдар, балалар. Уақытысында тапсырманы жіберіңдер. Одан кейін алдындағы бір-екі тапсырмамен алмай қапты деп ренжіп отырмаңдар маған, аха?
Ал енді балалар, негізі бүгінгі тақырып ауаның салыстырмалы ылғалдылығы. Дәптерді ашып, керек жерлерін түртіп отырамыз. Мен Платонскқа салып қоям. Тапсырмалар бүгін болады. Семантикалық карта беріледі. 4 тапсырма, тест жұмыстары. Соған өздеріне кураторлардың айтқан шығар, қанша тапсырма беріледі, сол тапсырманың бәрі орынға алатын болса, бағалау парағындағы бағаларың жақсы болады. Түсіндік қой, балалар? Ал ауаның салыстырмалы ылғалдылығы. Кіріспеден бастайық. Негізі балалар, жер бетінің қанша мөлшерін су алып жатыр? Кім айтады маған? 70% су алып жатқан болар. 70% су алып жатыр, балалар. Ал енді сол сияқты 4-3%. Сол сияқты біздің адам ағзасында да 11:37. болу керек, Балалар, ар жақтарыңа шуламаймыз деп айтамыз. Сол сияқты адам ағзасында су мөлшері жеткілікті болу керек, Мына жерде назар аударсаңдар, атмосфералық ауа. Абай, даусыңыз бір естілмей жатыр. Мен кім, Мен де сет нашар ұстап тұр. Кешелі бері өзі сет барлық жерде дұрыс емес болып жатыр. Балалар? Мына жерде өздерің қараңдаршы, мысалы сендерге мен демонстрация жасап қойдым. Атмосфералық ауа қоршаған ортаның маңызды құрам бөлігінің бірі болып табылады. Яғни ауа болсын, су болсын, біз адам ағзасына өте қажет. Мысалы айтылады, адам ағзасына күніне неше литр су ішіп тұру керек? 2 литрден. 2 литрдай су ішіп тұру керек, балалар? Жердегі тіршіліктің, яғни сақтаудағы ауа ортасының атқаратын маңызды рөлі оның құрамындағы оттегімен байланысты. Аралық алмасу, тіндік тыныс алу, жаңағы ауаның жеткілікті болуы, су мөлшерінің жеткілікті болуы біздің ағзамызға өте қажет нәрсе. Сонымен қатар, жаңағы ағза мен қоршаған орта арасында жылу алмасу үрдісі болып тұрады, Мысалы, жаңағы айтамыз ғой, суды суықта ішпеңдер, мұзды жемеңдер, ол жаңа жылу алмасу, сол кезде, сол мезетте орын алмайтын болса, дұрыстап, тамақтарың ауырады, денсаулыққа зиян келеді, балалар? Ауа ылғалдылығы, міне, ауаның ылғалдылығы. Ауадағы су буының мөлшері, ауа райы, климат, ең маңызды сипаттамаларының бірі ауа ылғалдылығы деп аталынады. Мысалы, өзіміз орысша айтқан кезде влажность дейміз ғой. Құрғақ ауа және ылғалдылық ауа болады ғой. Түсініп отырмыз ба, балалар? Осы ауаның ылғалдылығы дегеніміз міне осы. Ауадағы су буының мөлшері. Егер су буы болмайтын болса, ол құрғақ ауа болады. Ал су буының қаншалықты мөлшері көп болатын болса, бұл ауаның ылғалдылығын есептейміз. Ауаның ылғалдылығы бірнеше өлшеммен сипатталады. Міне, өздерің алдыларында тұр, абсолют ылғалдылық, салыстырмалы ылғалдылық болып бөлінеді. Су буының серпінділігі, шық нүктесі, меншікті ылғалдылық, қоспалар қатынасы. Шық нүктесі дегенді қай кезде байқаймыз, балалар? Шықты қай кезде байқаймыз? Суыта бастаған кезде, таңертең таң атқанда, шөптердің нелерінде болады, башағында үшінде. Яғни, таң ата шықты байқаймыз жаңағы. Шөптердің бетіне, немесе жапырақтардың бетіне, не? Абай, даусыңыз баш емесіне қалды. Ол яғни күн суытқан кезде, балалар? Ауа ылғалдылығы суаттардың, топырақтың, өсімдіктердің беттерінен судың булануымен қамтамасыз етіледі. Яғни топырақта да, ылғалдылықта, суаттарда да ғана емес, мысалы, кейбір жерлерде күн суық болып, жылу алмасу іштен, мысалы, жылу ауа болып, сырттан суық ауа болатын болса, терезе беттері, әйнек беттерінде де ауа ылғалдылығы болып тұрады, балалар? Бұл пайда болады,
Мысалы, сырттан су құрып тұрып, іштен жылу болып тұратын болса, онда ол жерде ылғалдылықты байқаймыз. Ауа ылғалдылық маңыздылығы. Ауа ылғалдылығы, жаңағы мен айтып өттік қой, топырақта өсімдіктердің беті болсын, жаңағы әйнектердің беті болсын, терезелерде ылғалдылық болып тұрады. Және ол ауаның температурасы мен қозғалу жылдамдығына байланысты болады. Ауаның температурасы, шынымен ақ қой. Мысалы, жаңағы сырттан су құрып тұрса, іштен жылу болып тұрса, немесе керісінше іштен су, сырттан жылу болып тұратын болса, онда ол ауаның температурасының рөлі көп болады. Және қозғалу жылдамдығы. Міне, сендер алдыларында көрініп тұр ылғалдылық, абсолюттік, максималдық және қатысты ылғалдылық болып бөлінеді. Шық нүктесі дегеніміз ауада бар су булары кеңістікті қанықтыратын температура. Бағана айтып өттік қой, қаныққан бу және қанықпаған бу болып бөлінеді, балалар. Сол жердегі су буларының қаныққан температурасынан шыққан су буы, яғни шық нүктесі деп аталады екен. Ауа ылғалдылығы ауадағы су буының мөлшері. Жаңа айтып өттік қой, су буының мөлшері ауа райы мен климаттың ең маңызды сипаттамаларының бірі. Мысалы, үй жағдайларында көріп атасыңдар, біреудің үйі сырист болып кетіпті, влажный екен деп айтып жатады. Естігендерің бар ма соны? Естігендерің бар, Ол көп жаңағы ылғалдылық болып кеткен үйлер адам денсаулығына зиян ба, жоқ пайдасы бар ма? Зияны бар, ол көбінесе пневмонияға алып келеді, жөтел тудырады, балалар? Не, енді жаңағы нүктесі, балалар. Сендерге көрініп жатыр ма, демонстрация көрініп отыр ма? Көрініп отыр. Дәулет, көрініп отыр. Дәулет, Бауыр, оларымды қосамыз, балалар. Апай, даусың жетсіне кетті. Мен даусым қосылып тұр, балалар. Сендер жақ шығар, сет ұстамай тұрған. Даусыңыз үзік-үзік болып келіп отыр. Апай, менкі қатып қабатыр, естілмей дауыс. Ғой сеттен. Бауыр, кім, Дәулет, Сенбек, Жасуан. Видеоларыңды қосып отырыңдар. Дауысыңыз бір естіліп, ара-арасында ғана естіліп қабатыр. Сеттен, балалар, сеттен. Шық нүктесі, балалар. Экранда көрсетіп тұрғандарда қатып қабатыр. Кешелі бері өзі сет сондай болып жатыр, балалар. Тек бізде жұмыстағы талғарда сондай болып жатыр. Шық нүктесі. Өздерің жаңа айтып өттіңдер ғой, таң ертеңгі күннің аяз кезіндегі жапырақтардың бетіндегі су буының мөлшері. Шық нүктесі тұрақты температурада ылғалдылықтың белгілі бір мөлшеріндегі ауадағы су буының қанығу күйіне жететін температурасы. Шық нүктесі ауа ылғалдылығының негізгі сипаттамасы болып табылады, балалар. Ол ауа қысымы тұрақты кезде бар. Ауаның салыстырмалы ылғалдылығы 100%-дан кем кезде шық нүктесі нақтылы ауа температурасынан төмен болады. Мысалы, ауаның температурасы 15 Цельсий градус болатын болса, далада, 15 Цельсий градус жылы болып тұратын болса, ал салыстырмалы ылғалдылығы 80, 60 немесе 40%-ға болса, төмендесе, шық нүктесі сәйкесінше жаңағы 15 Цельсий градус немесе 11-де 6 Цельсий градус, 7-5-те 1-5%-ға төмендеуі мүмкін Цельсий градусқа. Яғни, салыстырмалы ылғалдылық пайызы жоғары болатын болса да, төмен болатын болса да, шық нүктесінің әсері болады. Келесі, жаңа айтып өттік, ауаның ылғалдылықтың негізі 3 дәрежесі болады, балалар. Абсолюттік ылғалдылық, максималдық ылғалдылық және салыстырмалы ылғалдылық. Абсолюттік ылғалдылық, жаңағы міне айтылып отыр, 1 метр куб ауадағы су буының мөлшері, яғни бұл граммен өлшенеді. Су буының мөлшері абсолюттік ылғалдылық деп аталынады.
Ал максималды ылғалдылық дегеніміз берілген температурада ауа ылғалымен толық қаныққандығы су буларының 1 метр куб ауадағы граммдық мөлшері. Салыстырмалы ылғалдылық дегеніміз пайызда көрсетілетін абсолюттік ылғалдылықтың қанығу пайызы. Яғни, осы үшеуі, қайталап айтамын, абсолюттік, максималдық, салыстырмалы ылғалдылық бұл ылғалдылықтың 3 дәрежесі болып табылады. Яғни, 3 түрі. Осы 3 ылғалдылық арқылы біз ауадағы су бу мөлшерін анықтай алады екенбіз. Құрғақ ауа ағзаға жеңіл тиеді. Құрғақ ауа. Жаңа айтып өткен. Ал ылғалдылық ауа болатын болса, ағзаға зияны кім кейін қосылған Бауыр Сенбек немесе Дәулет аты кім? Жасұлан, сендерге түсінікті ма? Түсініп отырсыңдар? Естіп отырмын. Естіп отырсыңдар ма? Сендер кейін кірдіңдер, Бауыр. Ауа ылғалдылығы деген Бірақ істеді ғой. Ау? Істемей, бірақ істеді ғой. Ауа ылғалдылығы сендерге енді ғылыми тілде емес, жалпақ тілде түсіндіруге тырысып жатырмын ғой мен. Ауа ылғалдылығы деген жаңағы ауадағы су буының мөлшері, Бауыр. Сенбек кейін келгендер. Су буының мөлшері. Влажность деп атаймыз ғой, Бауыр. Түсіндік па? Мұхаммед, түсіндік па, Мирас? Иә. Түсінікті, иә? Енді келесі балалар құралдарына назар аударайықшы. Құралдар. Осы сендерге мынандай сұрақ қояйыншы, балалар. Дене қызуы мен жылуын қандай аспап өлшейді? Қандай құралмен? Термометр. Температура. Мысалы, градусник деп атайды. Термометрмен. Сол сияқты, мысалы, ауа ылғалдылығын, влажностьті өлшейтін аспаптар бар екен. Гигрометр, пихрометр деп аталынады, балалар. Не жерде сендерге жазып қойдық. Гигрометр, яғни грек тілінен аударғанда гигрос ылғалдылық, ал психрия суық деген мағынаны білдіреді. Яғни өзінің мағынасында тұр, не дейді? Суық ылғалдылық, яғни бағана айттық қой, ауа температурасындағы ауаның температурасы мен оның жылдамдығымен сипатталады дедік, ауаның ылғалдылығы. Міне, осы құралдар гигрометр жаңағы суық ылғалдылық деген мағынаны білдіреді. Гигрометр шашты және конденсациялық деп екіге бөлінеді, балалар. Гигрометрдің өзі шашты және конденсациялық болып бөлінеді екен. Шашты гигрометрдің жұмыс істеу принципі адам шашының немесе жылқы жалының дейді малдардың, ауа ылғалдылығы артқанда ұзаруына. Осыны қалай түсінесіңдер, балалар? Шашты гигрометрдің жұмыс істеу принципі адам шашының немесе жаңағы малдардың жалының ауа ылғалдылығы артқанда ұзаруына негізделген. Осыны қалай түсіндіреміз, балалар? Бұл ылғалдылығы шаш өседі ғой, соны айтып тұр ғой. Дұрыс айтасыңдар. Мысалы, бізде не дейді? Айтады ғой, шашқа көп су тиген дымқылдық жуамыз ғой. Көп су сайын шаш тезірек дейді, балалар. Яғни, ауа ылғалдылығы артқан сайын, яғни ұзаруына негізделген дейді ылғалдылықтың. Бізге кейбірде айтады, мысалы, теріні құрғатпаңдар, күнде жумаңдар, бірақ аптасына 2-3 рет. Шашқа қаншалықты дымқылдық тиген сайын, ол ұзаруы артады, балалар. Міне, мынауда бір относительная влажность воздуха. Яғни, мынауда бір ауа ылғалдылығын есептейтін гигрометрдің біреуі болып келеді. Психрометр. Психрометр міне сендерде белгіленіп тұр ғой, 1, 2, 3 деп. Бірінші және екінші ылғал термометр бекітілген мынандай корпустан тұрады, балалар. Түсіндік па? Мысалы, мен мынаны көрсетейін былай. Міне. Мен көрсетіп тұрмын ғой. Мынау тура міне сендер суреттегідей психрометр. Сендер жақынырақ көрсететін болсам, мысалы міне екі резисторды көріп тұрсыңдар ма міне? Мысалы жаңа сендерге
термометрді не үшін сұрадым сендер? Термометр, міне мына демонстрацияға қарасаңдар, 1, 2 деп тұр ғой цифр. Иә? Міне, осы бірінші, екінші, ал сендерде термометр. Термометр қанша резистордан тұрады? 1. Бірақ резистордан тұрады, дұрыс айтасыңдар. Сендер оны деген сынап қоясыңдар ғой. Ал бұл термопсихрометр резистордан тұрады екен. Мысалы, міне, мынаның артын қаратсам, сендерге көрініп тұр ма? Артында, мысалы, бір резистор міне мынандай түтікше болады да, мына жерде мақтамен, бинтпен орап қойған матамен. Көрініп тұр ма сендерге? Иә. Міне, осы неге мақтамен? Яғни бұл жерге не істеген? Су құйып қояды. Яғни су құйып қояды. Осы резистор ылғалдылықты өлшесе, ал мынау құрғақ ауаны өлшейді. Ал мынау үшінші мына жерде сандар тұр ғой. Бұл сандар психрометр кесте. Яғни осы арқылы ауаның ылғалдылығын тауып аламыз. Міне, мынау психрометр деп аталынады. Яғни қайталап айтам. 2 резистордан тұратын корпус психрометр деп аталынады. Иә, балалар, қазір біздің уақытымыз бітіп тұрады. Үйге тапсырма, мен қазір бұның бәрін жазып қоям. Осы презентациядан, мына сөз жұмбақты, осы презентацияны қоям, презентациядан көресіңдер, аха. Үйге тапсырма, осы міне сендерде жазылып тұр ғой, психрометр табылатын. Осыған өздеріңіз сұрақ құрастырасыңдар. Бұл жерде сұрақ жоқ. Яғни 10 сұрақ жауабымен құрастырасыңдар. Екінші тапсырма, мына жерде 5 сұрақ тұр, осы 5 сұраққа жауап бересіңдер. Жүгірмелі сұрақтар, 10 сұрақ тұр, осыған жауап бересіңдер. Түсіндік па, балалар? Иә, апай. Иә, түсіндік, апай. Осы бүгінгі міне сендерге көрсеткен презентацияның ішінде 3 тапсырма бар. Тыңдап алыңдар, балалар. Осы презентацияның ішінде өзі 3 тапсырма бар. Одан кейін міне тағы да. Мына демонстрация көрініп тұр ма сендерге міне? Тағы да, міне жерде ауаның ылғалдылығы, бағалау парағы, семантикалық карта деген көрініп тұр ма? Жоқ, апай, жүгіртпелі сұрақтар деп тұр. Жүгіртпелі сұрақтар деп тұр ма? Иә, жүгіртпелі сұрақтар деп тұр. Так. Қазір ашылып жатыр. Яғни, мынау үшін көрінді ма сендерге? Жоқ, апай. Жоқ, апай, көрінбеді әлі. Көрінбеді, онда демонстрация жасалмады. Былай түсіндірейін. Жаңағы мен көрсеткен сөз, яғни сөз жұмбақ жасайсыңдар, жүгіртпелі сұрақтар 10, тағы да 5 сұрақ бар. Одан кейін тағы да платонсқа мен кіргізем, семантикалық карта, тапсырма номер 1, номер 4, тест жұмысы, эксперименттік тапсырма деп тұр балалар. Сонда барлығы сендерде 5, 6, 8 тапсырма балалар. Түсіндік ба? Осы 8 тапсырманы орындап, уақытысында өте оңай тапсырмалар. Балалар, апай көп тапсырма беріп қойыпты деп, жанымыз қиналмасын. Өте оңай тапсырмалар. Сендерге ауаның салыстырмалы ылғалдылығы деген видео сабақтар жіберіп қоям. Және де Word редакторында кәдімгі конспект беріп қойдым, лекция. Оның керек жерлерін түртеміз, видео сабақты көреміз, және 10-шы сыныптың оқулығын PDF түрінде жіберем. Сол 10-шы сыныптың оқулығында қарасаңдар, сол жерде формулалар болады. Салыстырмалы ылғалдылықтың, яғни сендерге айтып өтейін, ауаның салыстырмалы ылғалдылығын фи әріпімен белгілейміз. Ол жерде, яғни қаныққан бу мен су буының қысымының қатынасын 100%-ға көбейткенге тең болады. Түсіндік па, балалар? Ауаның салыстырмалы ылғалдылығын түсіндік. Сұрақтарда кездеседі, семантикалық картада да кездеседі. Яғни сендерде бүгінгі аспаптар жайлы құрал бар ғой, не қалай жаңағы салыстырмалы ылғалдылықты ауаның
Қандай құралмен өлшейміз? Қаныққан бу қысымы деген не? Салыстырмалы қалдылық деген не? Меншікті жылу сыйымдылық, жылу мөлшері, осылардың өлшем бірліктерін дұрыстап қойыңдар деген семантикалық картада бар. Тест жұмыстары бар. Соны мұқият орындаймыз, балалар. Маған сұрақтарың бар ма? Жоқ. 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 Сабақ түсінікті ма? Иә. Сенен түрлеріңе қарасам түсінікті емес сияқты, балалар. Түсінікті апа. Сұрақтарың бар ма? Жоқ сұрақ. Тапсырманы орындап, мұқият жібере қойыңдар онда, иә? Аха. Назарларыңызға рахмет, сау бола қойыңдар. Сау бол. Түсінбегендерің болса, WhatsApp-тан шығыңдар, мен жауап беремін. Аха, жарайды. Сау бола қойыңдар.